Өкпеден салатымыз дайын болды. Өте дәмді және біз бүгін өкпеден салат жасаймыз. Соған біз осындай өкпемізді салып суға қайнатып аламыз. Онан да осында жарты қас тұз салып піскенше осында қайнатып аламыз. Жақсы қуырып болғаннан кейін осында өкпелеріміз осылай турап алып, осыны қуырамыз. Осындай өкпеміз қуырып болғаннан кейін морковымызды осында неге өткеріп осылай саламыз. Осыдан кейін универсальный дәмдеушімізді сосын азғантай қызыл бұрыш қосамыз. Сосын кішкене қара бұрыш қосамыз. Осы өкпеміз дайын болғаннан кейін укроп қосамыз.